жақсы айтамақ алайық. Мен 178-ге келіппін. Ұлықпан пайғамбар мың жасаған. Жақсылықты көп көргеннің арқасында заман мен адам сөйлеген кім болды шамасы. Өңі жақсақ, бірақ есі қаш кетті. Әлде әлгі жас мұрындарға сіңіп кетті ме екен? Абай атамыздың арманы жоқ дейді. Ұлымыз болса атын Абай, қызымыз болса Әйгерім деп қоямыз дейді. Ұл болса атын Абай емес, Абайла деп қоймайды. Абайла бауырым, Абайла. Қиясбай қайдасың? Мен мұндамын Абайға. Орныңнан қозғалма Қияс. Жұрт сені суырып салмақын деседі. Шырайлығым Абай ағамнан да басын деп мақтайтын көрінеді сен. Ол рас Абайға. Олай болса табан астынан шығарып күршіма өлеңдейді. Айтсаң бөркіңе ділда саламын. Отылсаң жанды тасы боламын. Ділдасы көп адамсыз ғой Абайға. Бір шумақ өлең Қияс ақынға не тұрыпты? Аспай атқаннан да жеңіл. Ал тыңдаңыз. Аспанда ұшып жүрген ботал енген, сарымайға былғап жеген пішен қандай. Өлеңді айт дегенде жалт қарасам, шошайып отыр екен қысыл күлкі. Пәлі шарадың Қияс. Сөз қандай, ойырғағы, әкел бөркіңді. Абай аға, мен дөңгелек бөркіме ділда ғана емес, қосылы қой да сеп кетеді. Таптың Қияс. Өйтпесіне Қияс боласың ба? Кешке бөген аста жетелеп кет. Қорадан қалаған малдың да бол. Көп жаса бақытты бол. Аманыңыздар ыстық бауырсақ. Мен жаралы жолбарыс ем. Қатты батты тырнағым. Қатты батты тырнағың емес Әйгерім. Қатты батты тырнағым. Оны қаяқтан естідің жарқыным? Таңға жыл ұйқы сұрап, дембіл қайталадыңыз ғой, Татьяна Пушкин деп. Абай аға, мынау кім? Самайын шашы екі жағын көмкеріп кетіпті ғой. Орыстың Пушкині деген иықтағы. Жауына намысын бермей, кеудесін оққа түсіп өлген. Өлсе де иманды болсын, өлсе де ер екен. Иә. Көзімнің қарасау, көңілімнің санасау, бітпейді іштегі ғашықтық жарасай, бітпейді іштегі ғашықтық жарасай. Абай атасы көшесі, ей шал, сен осы жерден түсесің. Зача жоқ, келес аялдама жамылатындағы көше. Ей шал, тоқта! Ал тоқтадым. Қоржыныңда не бар? Шығар, наркотик пе? Наркотигіңді білмедім. Бірақ бұның ішінде елімнің қайғысы мен зары бар. Елім дейді кім еді сонша? Ел қадір тұтқан Қыдыр атам. Қай, адақтай бер өлеңді. Қазағымның жерін жалғыз өзім аралап шықтым десем кім сенеді екен, иә? Кел жеңдес. Здрасте. Атым Қоңқи. Бұл не? Өлген балықтың құйрығы тұсынып тұрғаны? Здрасте деген. Баяғыдай төс түйістіріп, арқаға салынысатын ешбір жағын табылмаған ма? Ой, ол деген естен қалдығы. Жаңаша здрасте. Все, іс бітті. Тобықтыда Қоңқа деген бір ақжүрек шал өтіп еді. Содан аумай қалсын, теңдес. Өзің кімсің? Не іздеп жүрсің? Жол болсын деген қайда? Әлде қазағым сыпайылықтан қаза болған ба? Уа, айғайлама. Саңырау дейсің бе? Бірден іздеп жүрсің, бүйірін ақатқа бар. Менен қайран жоқ. Ал өзің не істеп жүрсің? Мен осы Абай көшесінің қарауылымын. Сен қарамасаң, көшең таңың бөр тартып кете ме? Ұры-қары көп. Заман жаман. Солардан қорғаймын. Заман емес. Адам десеңші өзгерген. Ал теңдес, қай ру болдың? Мен өзім тобықтымын. Руым Құранды, Құраным Ордашық. Тартып айтпадың ба жеті атаңа дейін? Әке-шешем халық жауға ұсталып кеткен. Өзім дегдомнан шыққанмын. Білмеймін. Фамилиям Сұраншиев. Айт теңдес, осы сен айтқан Абайың емес? Әнші, ақын, әлде қашан сүйегі қурап қалған.
Қайран сөзім қор болған екен. Тек тобықты ғана емес. Солай. Еліңнің жақсысы кім қоңыр? Жақсы? Қазірде ақшасы бардың бәрі жақсы. Ақшасы жоқтың бәрі жаман. Жақсылықты алып салып жүргендерге ел зәр емес. Рекет, көшеге даласын жатыр. Давай, ура. Қашқанда, қуғанда далада. Кейде ақшаға да салады. Бақс, да олар үшін. Елінің болысы кім сонымен қоңғи? Болыс жоқ, әкім бар. Әкімге апаршы, мен жетелем. Тапсыратын аманатым бар. Міне осы әкімшілік. Сен тезірек кіріп шық, мен сені күте тұрайын. Маңызды шаруа болайын деп жатыр. Күтеке-ау, естіңіздіңіз қайтыңыз. Аяқ қолым сіңірі тартылып, шаршап-шалдығып, барлық жерге өзім жапсырып шықтым. Ойбай, суретіңізді. Жабыстырмай кетті. Аузымның дуасы да жоқ. Халқы жинап алып, күнде қақсаймын. Қарсыластардың бәрі өңшіңе шошқа. Сізі бөлшіріп тастаңдар дейім. Дұрыс, так. Уақытынан бұрын зейнетақыларын аласыңдар, ақшаны көбейтеді, ауызқанын қасыға саласыңдар. Міне, сенімді өкіл деген осындай болу керек емес пе? Ама қарсаңда айты, нешем демейсіңдер. Молодец, тек осыдан депутат болып алайын. Қатер бұл кемейді, күтегенді саласыңдар, қаңдарда жауған қар көп жатпай ереді. Ой, азаматым сілте. Күтеген шетелден күн қошта келіп тау болып еді. Үйлеріне шықпа жатып алып шертіп, жібересіңдер деймін. Апырай, сенді ме? Сенгенде қалай, қағып болып, түгел риза болып жатыр. Тек қана күтегенге дауыс береміз деп жатыр. Салғаннан солай демейсің бе? Арқа басын кеңірек қалды ғой. Ел алдына шығып, осылай деп жатсам, біреу келіп, өтірікші күтпай алдамақшы оған сенбеңдер дейді. Жағыңға жылап жұмыртқалады. Сосын? Болдың сенімді өкіл екен. Бұлай шығып алып, мектепкісін көрсетіп, сабақ жүрдім, әрең қашып құтылды. Жарайсың. Ал енді сіңді жалғастыра бер. Кейінірек келерсің. Ал. Ақсақал орын тосады, кіре берсеңіз болады. Шырағым, күтпай әкімнен соң келіп отыр. Қош келдіңіз, төледіңіз. Қоржыныңызды беріңіз. Ойбай, қоржыныңыз алып қой. Ішінде не бар соншама? Бұны көтеру. Әркім біреудің пешенесіне жазылмаған. Апырай. Атыңыз кім? Абай. Фамилияңыз? Құнанбайұлы. Руыңыз? Тобықты ғой. Ал енді келген шаруаңызға көшейік. Менде уақыт жоқ. Менде айта сайын, ақша да жоқ. Ештеңке жасай алмаймын. Менің қолымнан ештеңке де келмейді. Аманатын тапсыратын денсіз адам табылмады-ау. Сау бол шырағым. Goodbye. Асқариктер қуып бара жатыр, Шуриктің жігіттері жаппай қашты. Қарқылдап қош еметіп, не сеп тұрсың? Күтпайға да кіріп шықтық. Аузын қош өтпен сүртті ме? Солай, халыққа тым да пайдасы жоқ. Осы сен шал дәуде болса, кемпір іздеп жүрген жоқпысың? Әкел шылағын. Жап-жас, мынауский, тек қалтаң қалың болса орған. Не айтып тұрсың? Құдайдан қорықпаған неме. Ондай болса, жүр казиноға жастардың қызығын тамашалап, жүр көріп қайтасың, көңіл есеңіз. Ой, Құдай сақтасын, не анашын ойнап? Тұра сала неге қашасың? Жастар Арташқа жақсы екен деп жатыр. Абайға соған дейді, тіпті билеп те жібердім. Гаккалина гамая, едуя, көрдің ба? Айнамен тарақ бар, алмасаң да қарап қал. Келіңдер саудаға. Тамақ бар, өзі арзан өз қатты. Алыңдар. Келіңдер. Есенсің бе келіншін? Саламатсыз бата, саудаға келіңіз. Менің іздегенім табыла қойым екен. Табамыз ата, айтыңыз не керек? Ендеше маған бір қадақ ар бер, екі қадақ ұят бер, таудай талап бер, таусылмас шегермен намыс бер. Ойбай, оны қайдан таптық? Қоржынымыз толған толылыр ма? Шет қымбат нәрселер сұрадыңыз. Жоқ, бізде жоқ, бәрі түгелмес, келмеске кеткен, қазір шығармайды. Ендеше маған ақсыздықтан, ұятсыздықтан көсіп, өтірік есіктен өлшеп кесіп бере қойыңдар. Табамыз ата.
Бұл сұрағаныңыз табылып қалар қайнаға? Көзі көп тағар ғой. Мә 20 теңге. Зайчаңызды алыңыз. Тоқташ. Мынау өкілі шал кім? Ол Абай, ақын, фамилиясы Құнанбаев. Өткен ғасырда өмір сүрген. Абайдың басы Здач ойылатындай не көрінген? Здач деген тиын тебек, ұсақ түйек деген сөз емес пе? Бұл жерге Абайдың орнына Дүтбай болсын суретін қою керек. Бастарың бай olma шырақтарым? Бар ата, жұмыста, үйленбей. Бай жоқ ата Иманды болсын. Кішкентайлар қалай өсіп жатыр ма? Иә, ала атқандан мен садик жақпарып тастаймын. Тамақ табу керек, сауда жасаймын. Кішкенесінен әкенің мерімсіз, анаң жылуынсыз қалай өседі олар? Мұның аты тілді. Ескі ақшасы деп төлемішті деймін. Қазірде теңгенің құны жоқ қой. Ділда да бізге жат емес, ой қойды өрі. Сауда жоқ, біз қайттық ата. Қош сау болыңыз. Сау тұрыңдар шырақтар. Менің де ісімем бітті. Сау тұр теңіз. Бірақ олар аманатсыңдар. Ата, Абай ата. Ата сізді жемеген жеріміз қалмады ғой. Табаныз таусыңдар. Тыныштық па? Алдыңызда үйленіп, ұлыңыз тұрса Абай деп қоямыз дегеніз. Осман атын өзіңіз қойыңызшы. Кішкене екен өзі. Маңдай торсықтай, қарны қабақтай жігіт болайын деп тұр екен. Бұның атын Абай емес, Абайла деп қойдым. Абайла, елеңнің үзілмеген үмітін саған тапсырдым. Абайла, елеңді болашаққа жетелеп апаратын өзіңсің. Енді сендердің балаларыңа мен бір аманат тапсырсам деп отырмын. Бірақ бұл аманатты ұлдарың өскен соң, оң мен солын, батысы мен шығысын, жау мен қасын анық таныған соң берерсіңдер. Аманаттың жүгі ауыр. Абайла бол, Абайла. Рахмет Абай ата. Алан кім сұрдаймыз? Сау болыңыз Абай ата. Шүкір, шүкір. Аманатын тапсыратын бір пенде табылды. Енді мен осында елім деп жерім деп келіп тұрып, бір бата бермесем ұят болады. Аумин. О Құдайым қолдасын, жаманшылық болмасын. Басымыздан бақ береке кетпесін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Аумин, Аллаху акбар. Жезі